Медицина мамандары кез келген аурудың алдын алғыңыз келсе, немесе аурудан айыққыңыз келсе, алдымен ішегіңізді артық заттардан тазартыңыз деп кеңес береді. Ішекті артық судан, нәжістен, құрттан тазарту керек. Зерттеушілердің мәліметінше 70 жыл өмір сүрген кісінің ішегі 100 тонна тамақ пен 40 мың литр сұйықтықты өткізеді. Нәтижесінде ішек бүкіл ағзаның саулығына нұқсан келтіретін улы заттарды жинайды. Ағзаны қанды улаумен қатар бірнеше дерттің дендеуіне себепші болады. Сіздермен бірге пайдалы кеңес арнасы. Құрметті оқ көрермен, біздің арнаны 89% адам тіркелусіз қарайды екен. Егерде сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашы оп-оңай ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Сонымен ішек шылаққа толғанда 3 қату болады. Аптасына 1 рет, кейде 2 аптада 1 рет үлкен дәретке баратын жағдайға келеді. Зат алмасуды бұзады, қант диабетіне шалдығады. Аллергия пайда болады, салмақ өзгерісі орын алады. Бірде шамадан тыс толса, енді бірде салмақ жоғалтады. Бауыр мен бүйрек сыр береді. Құлақ пен көз ауыра бастайды. Бастың терісі мен тырнақтың саулығы нашарлайды. Буын аурулары пайда болады. Егер ішекті дер кезінде тазалауды бастамасаңыз, соңы қатерлі ісік ауруына алып келуі мүмкін. Клизма көмектесе ме? Үлкен дәретке уақытылы бармайтындар клизма жасатуға әдеттенген. Әсіресе жас балаларға осы әдісті жиі қолданатындар бар. Десе де клизма тоқ ішекті 40-50 сантиметрге дейін ғана тазалауға қабілетті екенін ескеріңіз. Ал оны үй жағдайында жасау мүмкін емес. Арнайы аппараты да арзан тұрмайды. Сондықтан да арнайы орталыққа барып ішекті тазалатуға тура келеді. Клизма ішекті 100% тазалай алмағанымен қоса, ішек микрофлорасының жұмысына кері әсер етеді. Ішекті зығырмен тазалауға болады. Бұл арзан әрі сенімді әдіс. Ол үшін 1-3 десерт қасық зығыр дәнінен дайындалған ұнды жейсіз, ем ретінде үзбей 3 апта қабылдайсыз. Сонда ас ішекте, тоқ ішекте толықтай тазаланады. 3 аптадан кейін өзіңіздегі оң өзгеріске таң қаласыз. Біліңіз, бұл әдіс салмағыңызды реттеп, артық майдан арылуға ықпал етеді. Зығыр ұны қандай қасиетке ие? Ағзаны улы заттан тазалайды. Шлакты шығарады. Қандағы холестерин деңгейін реттейді. Тыныс жолдарындағы ауруларды емдейді. Асқазан, ішек жолдарының жұмысын жақсартады. Гастритті емдейді. Тоқ ішектің қабынуына ем болады. Асқазан мен 12 ішектегі жараны жазады. Несеп жолдарындағы бүйрек тостағаншалары қабынуы, пиелит, қуықтың қабынып ауруы, цистит ауруларын айықтырады. Ем үшін күніне 2-3 шай қасық зығыр ұнын ішке қабылдайсыз. Оны сұйық тамаққа қосып жеуге де болады. 3 аптада ішек тап-таза болады. 1-ші апта 1 десерт қасық ұн, 100 грамм қаймақ немесе кефирге қосасыз. 2-ші аптада 2 десерт қасық ұн, 100 грамм қаймақ немесе кефирге қосып ішесіз. 3-ші аптада 3 десерт қасық ұн, 100 грамм қаймақ немесе кефирге қосып ішесіз. Бұл қоспаны таңғы аспен қосып қабылдайсыз. Сонда аш ішек пен тоқ ішек артық заттан, удан, шлактан тазарады. Егер зығыр ұнын табу мәселе болса, онда алаңдамаңыз. Дәріханадан зығыр дәнін сатып алып, кофе ұнтақтағышпенен ұнтақтайсыз. Дайын болған ұнды ем ретінде қолданасыз. Ескеріңіз, ем кезінде күніне 2 литр су ішуді қадағалаңыз. Міне құрметті көрермен, бүгінгі видеомызда ішекті зығыр ұнымен оңай әрі жеңіл тазалаудың әдісін айттық. Егер видео ұнап жатса, міндетті түрде арнаға тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Біздің арнада бұдан басқа денсаулығыңызды дұрыстауға көмек беретін видеолар бар. Оларды көре кетіңіздер, сау болыңыздар, ауырмаңыздар, пайдаларыңызға жарасын.